1989 жылдың 22 қыркүйегінде тілдер туралы заң қабылданып, қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесі ресми түрде атап көрсетілді. 1991 жылы Қазақстан өз тәуелсіздігін алды. 1997 жылы тілдер туралы заң тәуелсіз мемлекеттің мүддесіне орай қайта қабылданды. Ең бастысы, тәуелсіз елдің мемлекеттік тілінің мәртебесін төрге шығару мақсатында түрлі іс-шаралар қолданылып жатыр. Қазақстанда тұратын әрбір ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілде сөйлеуі жүректерінің бірге соғуымен іспеттес. Барша қазақ елін тілдер мерекесімен құттықтаймын. Адам өмірінің баға жетпес құндылықтарының бірі ана тілі. Ана сүтімен дәріптелген тілдің қасиетін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Оны Расул Ғамзатовтың ана тілі өлеңінде керемет суреттейді. Расул Ғамзатов, ана тілі. Бар адамнан жатырмын тек бөлекмен. Бір дауысты естіп қалдым кенеттен. Естідім мен осы арадан үніде, екі кісі сөйлесті ават тілінде. Мен жатырмын қара жерде көз жұмып, мына екеуі күбірлейді сөз қылып. Асан деген бір кісінің қулығын, Али деген бір кісінің сұмдығын. Естідім де сөзін ана тілімнің. Бойым жылып лездемен тілілдім. Балгер демес, дәргер демес емдейтін, тек өзімнің тілім екен сөйлейтін. Өзге бір тіл емдер басқаларыңды. Мен онымен айта алмаймын әнімді. Егер тілім ертең болса құрымақ, мен дайынмын өтуге де бүгін-ақ. Мен жаныммен сүйем ана тілімді. Кедей деп ақ айта берсін білімді. Ассамблеяда естілмесін үні де ана тілі ұлы менің өзіме. English language is the best. Learning it for me is best. But the language is so nice, learn it, that is my advice. Today is a funny day. It is normal, bloom and gray. Language day we celebrate. We will heartily congratulate. English teacher, English day. We will join and speak all day. A, B, C and Z and N. Go and quickly find your pen. Write some words and learn them all. Then we'll dance along the hall. Есть много способов общения, жест, мимика или сигнал. Но вот в прекрасном мгновении связь звуков человек познал. Теперь известна сила слова и как богат язык людей. Один вопрос тревожит снова. Какой язык считать важнее? Кого не спросишь, без сомнения. Хоть это фин, словак, казах. Ответить, не вступая в прения. Вся красота в родных словах. Родной язык – основа духа. Народом он введен на трон. А если взять творцов искусства, известных нам как Пушкин и Абай, их лирику переполняют чувства и воспевает каждый свой язык и край. Известна истина простая. Все люди, хоть из разных стран, важнее слов не представляют, чем country, родина, отан. Мұқағали Мақатаев, үш бақтым. Ең бірінші бақтым, халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақтым, тілім менің. Тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақтым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. От сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келдағы отал менен. Несіпбек Айтұлы, ана тілім. Ана тілім, жүрегімсің анамның. Жүрек ана, мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін. Сенсіз мұнау керегіне ғаламның. Сенің әрбір тынысың мен күн кешем, сен арқылы тіршілікпен тілдесем. Ел бетіне қалай түсу қараймын, ана тілім, егер сені білмесем. Сенің арқаң дүниеден сырықсам, сенің арқаң жүзіп ішсем тұнықтан. Туған анамды ұмытқаным емес пе, туған тілім, егер сені ұмытсам. Сенің арқаң өзімді өзім түсінсем, ақыл ойым, айбатым сен, күшім сен. Қойсын маған күннің нұры түспей-ақ, ана тілім, арыңадақ түсірсем. Ағытатын тасқын ойдың тиегін, өзің ғана сыйынатын киелім. Ризамын отқа жанып сен үшін, күлге айналып кетсін мейлі сүйегім. Ана тілім, дана тілім, бақ тілім, сенсіз бақыт дүниеден тапты кім. Сенсің менің қуанышым, шаттығым, сенсің менің тазалығым, пәктігім. Ана тілім, алтын ұям құндағым, ақ бесікте әлдейіңді тыңдадым. Сенің жырың, сенің әнің айтарым, санам сөніп, байланғанша тіл жағым. The limits of my language mean the limits of my words. Границы моего языка – это границы моего мира. Тіл шексіздігі, әлем шексіздігі. Жасай бер, елім менің,
тілім менің байрағым.